Саламатсыздар ма, құрметті оқырмандар. Есімім Дылмұрат, математика пәнінің мұғалімі боламын. Бізде 9 сыныпқа келген теңсіздіктерді дәлелдеуге байланысты есеп бүгін талдап берейін деп отырмын. Енді ыңғайлылық үшін мен теңсіздіктің сол жағын S әрпімен белгілеп алдым. Енді қарапайым идеямен түсіндіріп кетейін. Мысалы, минус А плюс Б болса, минусты жақшы сыртына қойып, А минус Б деп екі санның айырым формасында жазуға болады. Яғни S қатарын мен осылай түрлендірдім. Мысалы, 2-ден 1-ді қалдырдым да, келесі тұрған екі санды минус санны жақша сыртына қойдым. Кейінгі тұрған осылай түрлендіріп алдық. Енді бірінші жақшаның ішіндегі санды есептесек, мысалы 3-ден 1 минус 4-ден 1, сол 12-ден 1 екенін белгілі. Келесі, мысалы 30-дан 1 екенін белгілі. Осылай сандар шығады. 30-дан 1, кейінгісі 56-дан 1, осылай жалғасады. Ең соңғысы 999 мыңнан 1 деген. Енді бұл сандардың барлығын амалдарды орындап отырмай, біз бағалап кетуіміз керек теңсіздікті. Бағалау әдісін пайдаланып кетеміз. Бұл жерде бірінші тұрған 3 саннан мына санды азайтатын болсақ, Адан қандай да бір Б санын азайтатын болсақ, ол кіші болады Адан, егер оң сандар болса. Енді сол нәрсені пайдаланып кетейік, осылай бағаладым. Енді егер осы сандарды, 3 санды ортақ бөліп беріп ықшамдайтын болсам, яғни 60-тан ортақ бөліп берсек, онда бізде 60-тан 23 деген сан шығады. Енді жазайын, S қатарымыз сандар тізбегі кіші болады 60-тан 23-тен. Енді ол дегеніміз кіші болады 24 бөлінген 60-тан, және 24 пен 60-ты 12-ге қысқартатын болсақ, 2 бөлінген 5-тен. Яғни біз теңсіздіктерді дәлелдедік. Тыңдағандарыңызға рахмет. Сұрақтар болса комментарийде күтемін. Лайк басып, қолдау көрсетіп отырайық.